Соттан тыс банкроттыққа арыз беру үшін. Сіздермен заңгер Шыныбаев Марғұлан. Бұның алдындағы видеода жалпы соттан тыс банкроттық бойынша арыз тапсыру жайлы болған, қандай құжаттар жинау деген сияқты. Енді жалпы нені білу керек, сол туралы информацияны берейін. Соттан тыс банкроттық дегеніміз, егер сіздің қарызыңыз 1600 МРП-дан аспаса, яғни 2023 жылы 5 миллион 520 теңгеден аспаса, онда сіз комиссия бересіз. Сіздің сұрағыңызды комиссия қарайды. Ал 1600 МРП-ден асып кететін болса, онда сот қарайды. Осы комиссия қарау үшін арызды нені білу керек деген сұраққа жауап беремін. Бірінші кезекте 1600 МРП, оны білдіңіз. Екінші кезекте сіздің атыңызда мүлік болмау керек. Үй, көлік, ешқандай мүлік болмау керек. Мүлік болған жағдайда сотта қаралады ісіңіз, келесі, ортақ мүлік болмау керек. Ортақ мүлік деген не? Ортақ мүлік дегеніміз ол сіздің жалпылама айтқанда жаңағындай ерлі зайыпты болсаңыз, сол ерлі зайыптылық кезінде алған мүлкіңіз ортақ мүлік болып табылады. Долевое участие дейді, үй аласыз ғой, сол ортақ мүлік болып табылады. Паевой бір взностары бар, паевой меншіктері сол ортақ мүлік болып табылады. Наследство, мұрагермен алған мүлкіңіз, сол ортақ мүлік болып табылады. Яғни сонда ортақ мүлік болмау керек. Одан кейінгі соңғы 12 ай бойы қатарынан қарыз төлемеуі туралы. Яғни сіздің сотқа дейінгі жаңағындай соттан тыс банкроттыққа беру үшін соңғы 12 ай бойы қарызыңыз, кредитіңіз не істеу керек? Төленбеуі керек. Сонымен қатар соңғы 18 ай ішінде сізге қатысты бір іс-шаралар жүру керек. Яғни банк, мысалы, сізге уведомление жібереді, сотқа жүгінеді, сізге қатысты, сіз төлемегеніңізге қатысты бір іс-шаралар жүру керек. Сонымен қатар сіз банкке өзіңізде арыз жазуыңыз керек, хат жазуыңыз керек. Менің төлем қабілеттілігім нашар, сондықтан басқа бір сізге ыңғайлы условиямен жаңағындай жасап беру туралы, график жасап беру туралы. Егер письмо жіберген туралы хабарлама болса, жеткілікті. Жауабы жоқ болса, жауап болса, жауабын тіркеу керек болады. Осындай ақпаратты білуіңіз керек. Сонымен қатар бұл өтінішті қалай жаңағындай енді банкпен сіздің араңызда айттым ғой, переписка болу керек деп. Сонда сіз банкке өтініш тастауыңыз керек қой. Өтініш қалай жазылады? Сіздің қолыңыздан ручкамен жаза берсеңіз болады. Сол өтінішті сіз банкке тапсыруыңыз керек. Өтініште жаңағындай менің төлем қабілеттілігім нашарлады, мен төлей алмаймын, сондықтан маған жаңағындай бөлек ыңғайлы график жасап беруіңізді сұраймын деп талап етуіңіз керек. Осы құжаттар сіздің міндетті түрде білуіңіз керек, тіркеуіңіз керек. Жалпы бұдан кейінгі арызды дайындау туралы видео болатын болады. Арызды қалай біз уже дайындауға кірісеміз, сол туралы видеоны келесі сабақта көресіздер. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Астына лайк, комментарийді басуды ұмытпаңыздар. Менің инстаграм парақшама тіркеліңіздер. Апта сайын бұйыртса вебинар өтем. Сол вебинарда осы банкроттық бойынша информация білсеңіздер болады.